Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында киндер тортын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, өз ойларыңызды білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецептілермен бөлісіп отыратын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 5 дана жұмыртқа қажет болады, және де шым-шым тұз салып, кішкене пенка болғанша көпіртіп аламыз. Сосын үстінен қантымызды аз-аздан сала отырып, өзінен 2-3 есе ұлғайғанша көпіртетін боламыз. Жұмыртқаны қанша әппақ етіп көпірткен сайын, біздің бисквитіміз соншалықты биік әрі жұмсақ болып шығатын болады. Мінекей осылай әппақ болып көпіреді. Сосын сұйық май және де сүтімізді салып 1-2 минут араластырамыз. Елеуішімізге ұнымызды, какаомызды және де разрыхителімізді салып, електен өткізіп саламыз. 2-3 бөлікке бөліп өткізудің қажеті жоқ. Барлығын бірден салып, миксердің төменгі жылдамдығында біркелкі болғанша араластырамыз. Не болмаса лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырсаңыздар да болады. Енді 18-ші диаметрлі формамызға қамырымызды құямыз және де алдын ала қыздырылған 170 градустық пешімізде 50-60 минуттың көлемінде жақсылап пісіріп аламыз. Піскен піспегенін зубочистканың көмегімен тексереміз. Решеткаға осылай салып, суығанша бөлме температурасында қалдырамыз. Дайын болған бисквитімізді 4 теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай шет-шеттерін кесеміз және де жіптің көмегімен осылай кескен жерге барлығын кіргізіп, X тәрізді етіп осылай кесіп шығамыз. Сонда біздің бисквиттеріміз теп-тегіс болып кесілетін болады. Ал енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін бізге ең алдымен 16 грамм желатинге, желатин бізде халал, яғни сиырдан дайындалған говяжий желатинді пайдаланамыз және де ісінуге қалдырып, микроволновканың көмегімен ерітіп аламыз. Творогымызды блендердің көмегімен майдалаймыз, не болмаса пастообразный творог қолданамыз. Үстінен творожный сыр және қоюлатылған сүтімізді салып, миксердің көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тәтті болған қаласаңыздар, сгущенканы кішкене көбірек салсаңыздар да болады. Желатин креміміз дайын. Енді тортты жинауға кірісеміз. Подложкаге бисквитімізді орналастырып, осындай кольцо кигізіп, аттестатный пленкамызды орап, корждарымызды сироппен не болмаса сүтпен пропитка жасаймыз және де кремдерімізді осылай салып, картоп езгіштің көмегімен осылай үстінен басамыз. Креміміз бізде барлық жеріне тию қажет. Картоп езетімен бассақ, трещина болып қалмайды. Осылай барлығында жинап аламыз. Және де тоңазытқышқа 4-5 сағатқа беті жабық күйде қалдыратын боламыз. Не болмаса бір түнге қалдырсаңыздар да өте керемет болып шығады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Әрлеу жағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Әсіресе творогты ұнатпайтын, творог жемейтін балаларға бұл торт өте пайдалы деп ойлаймын. Мінекей кесіп көрсетемін. Іші өте әдемі, пайдалы. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар.
астарыңыз дәмді болсын.